Selam қайырлы күн достар. Міне біздің жігіттер алдында көктемнің дайындығын бастап қойды. Мотоциклдің майын, яғни аптолын айырбастайтын боламыз. TSX-тің. Бұл мотоциклдің астындағы май түсіретін жерлері, міне біреу астында, біреу міне 24 пен боковойда тұр. Осы екеуімен де май түсіруге болады. Бірақ екеуінің өзіндік артықшылықтары бар деп айтсақ болады. Міне астындағы 17 мен болтпен түсетіннің басында магнит болады да, ол шестернадағы қандай да бір қажалған темір ұсақтарын ұстап қалады. Ал мына боковойдағы 24-те фильтр болады да, ол қандай да ішіндегі бір сальниктердің, прокладкалардың қажалғаннан сынған қоқымдарын осы жерде ұстап қалады. Сондықтан біз май ауыстырған кезде бірде осы астыңғыны шешсек, енді бірде осы боковойды шешіп ауыстырып отырғанымыз дұрыс. Өйткені бұның ең әлсіз жері осы майының майлық құрамының төмендеуі. Өйткені ол шестернаны да, үстіңгі колсы поршынды да барлығын осы маймен айналып майлап тұратындықтан оның майлық құрамы өте төмен болмау керек. Сондықтан оның майын әдетте қаншалық жиі ауыстырып болсаңыз, мотордың өмірінің ұзақтығына соншалық жақсы деп айтсақ болады. Боковойдағыны шешіп көрсетейін. Фильтріміз мынау. Таза екен. Май ауыстырғанда бұрынғы майдың негізі мотоциклде қалмауын қадағалау керек. Бір ұзақ уақыт ағып тұрған дұрыс. Одан кейін тағы бір айта кетерім, негізі жүріп келген мотоциклдің майын ауыстырғандан дұрыс. Өйткені сәл қызып тұрған мотоциклдің майы сұйықтау болады да, негізі моторда көп қалмайды, тез ағып кетеді. Енді мотордың өзінің ішінде мүлдем қалмайды емес, мотордың ішінде жоғарғы бөлігінде өзі бір орын бар. Енді сіздерге қалай айтсам болады, тағы мотор шешкен кезде көрсететін боламын. Ол жерде міндетті түрде май қалып отырады. Фильтрларын қайтадан салайық. Торы, қақпағы. Кейбір кісілер енді май ауыстырған кезде май төгіліп болғаннан кейін сәлеркемен, бензинмен шайып жатады. Енді оның ешқандай пайдасы жоқ. Өйткені моторыңыз ұзақ жұмыс жасау үшін аптолды үнемі айырбастап тұрғаныңыз дұрыс. Сіз бензинмен қанша шайғанмен де мотордың үстінде қуыстар болады. Мына астыңғы коробкаларда да қуыстар болады. Енді оларда міндетті түрде қалады, қанша шайсаңыз да. Сондықтан моторыңыздың дұрыс жұмыс жасау үшін тек ең жақсы амалы майыңызды үнемі ауыстырып тұрыңыз. Сонда ғана моторыңыз ұзақ жұмыс істейді. Ал жақсы, енді майымызды құйайық. Боковойды ала тұрайық. Май құйған кезде бізге кедергі жасамау үшін.
Енді әзірге құяйын деп отырғанымыз мына май. Ояң бін деген депті Хонданікі. Енді ол май туралы әрқалай әркімнің көзқарасы әртүрлі. Енді оның өзінің эксперттері бар. Солардан білесіздер.